Түсімізде көрген адамлар, вақиялар һәм табиат көріністері бұлар негізінен біздің аңымызда жиналған ойлар, ядлар һәм сезімлеріміздің жиындысы. Айрым уақытларда олар логикалық болады, ал басқа уақытта болса ұлыма әжептәуір. Бірақ та соны ұмытпаң, түслер бұл мидегі жағдайды қайта істеп атырғаны һәм сезімлерімізді сол арқалы жүзеге шығарып атырғаны болады. Ұйқы тек қана біздің миымыз, бәлкі денеміз үшін да қайта тікілену дәуірі болады. Сол уақытта денемізде клеткалар қайта тікіленеді, иммунитет бекемленеді, һәм өсу гормонлары ажыралады. Соның үшін да ұйқыдан кейін біз өзімізді жақсы һәм жеңіл сеземіз. Ұйқы психикалық саламатлық үшін да зәрурлі. Ол жеткілікті болмаса, біз өзімізді ашушақ, түскінлікке түскен, ямаса бейпарқ сеземіз. Ұйқы арқалы миымыз тек қана информацияны тәртіплейді, бәлкі сезімлерді де тең салмақлылыққа келтіреді. Түслер болса, кейде бұл психикалық тең салмақлылыққа қандай да бір форма береді. Олар арқалы миымыз нені тұр айтпақшы болады. Солай екен, ұйқы бұл уақытты өткеру емес, ол жақсы пікірлеу, жақсы сезу, жақсы жасау үшін тикар болып табылады.